Сәлем достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге қызғалдақтар елі болып табылатын Голландияның қызғалдақтары туралы айтып, мынандай әдемі алқаптарды көрсеткім келіп тұр. Сізге де қызықты болса, видеома лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Ал ендеше кеттік, алқаптарды көрейік. Бүгінде қызғалдақтар туралы сөз қозғалса, көкжиегі түрлі түсті гүлдерге толған Голландия ақылымызға келеді. Өйткені қызғалдақтар Голландияның символы болып табылады. Қызғалдақтардың тарихы да өте қызықты. Негізінен қызғалдақтардың Алматыдан бастау алып, батысқа ұзатылғаны туралы пікірлер бар. Ал тарихи жазбаларға қарасақ, алғаш рет кәсіби түрде Түркияда кең таралған. Түркияда бұл гүлдерге лале атауы берілген. Осыдан кейін түрк елінде лале есімі өте танымалдыққа ие болған. Тіпті Османлы императорлығы кезінде 1718 бен 1730 жылдар арасында лале дәуірі болып аталатын қысқа бір ерекше дәуір өткен. Ал қызғалдақтар елі атанып кеткен Голландияға ерекше гүлдер 1570 жылдардың аяғында келген. Осы кезден бастап Еуропада қызғалдақтар маниясы басталған. Қызғалдақтардың тюлип болып аталуына байланысты екі түрлі пікір бар. Біріншісі, гүлдің сырт пішіні тюрбан бас киіміне ұқсағандықтан, яғни ескіден түріктердің киген бас киіміне ұқсағандықтан бұл гүлге тюрбан, яғни тюльпан есімі берілгені туралы пікір бар. Ал екінші пікір болса, европалық саяхатшылар бір түріктің қолынан қызғалдақты көріп, бұл не деп сұрағанда, бұл түрік европалықтың бас киімін сұрап жатқанын ойлап, бұның есімі тюльпан деген. Осыдан кейін Европаның және көптеген басқа мемлекеттердің тілінде қызғалдаққа тюльпан есімі берілген деп жатады. Голландияда 10 мың гектарлық жерде жыл сайын 3 миллиардтан астам қызғалдақ өседі. Әлемдегі ең ірі гүл экспорттаушысы болып табылатын Голландияның қызғалдақтарының 2/3 Германия мен ақш-қа экспортталады. 17 ғасырдың ортасында Голландияда қызғалдақ гүлдері қымбат бағаланған. Мысалы, бір қызғалдақ шамының бағасы орташа айлық табысы бар тұрғынның жалақысынан 10 есе көп болған. Тіпті бір кездері сауда-саттықта ақшаның орнына қызғалдақ қолданылған деседі. Голландия елінде жыл сайын сәуір айының соңына қарай гүлдер шеруі өткізіледі. Ауа райына байланысты гүлдер шеруі наурыз айының соңынан мамыр айының ортасына дейін жалғасады. Мереке уақытында қызғалдақтардың әдемілігін көру үшін шетелден арнайы туристер келеді. Ал Түркия болса, қызғалдақтардың Европаға Түркиядан кеткені туралы ұмытылмас үшін мұндай мерекені соңғы жылдары Стамбул қаласында өткізіп бастады. Қызғалдақтар алқаптарын және түрлі түсті шерулерді көру үшін Голландияға көктемде келулеріңізге кеңес беремін. Достар, видеом сізге ұнаса, лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше аман қалыңыздар.